Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз осыдан 2 жыл бұрын Қаңлы атты тарихи танымдылық деректі фильмді аяқтаған болатынбыз. Өкінішке орай кейбір тарихи кемшіліктер кеткен соң соны түзетуге тура келді. Оның үстіне қаржы тапшылығы көптеген қиындықтар туғызды. Міне 2 жылдан соң деректі фильмді толық аяқтап отырмыз. Айтулы туындыға Қазақ ұлттық ғылым академиясының академигі Қайдаров, кешегі марқұм болған тарих ғылымдарының докторы профессор Омаров, бүкіл дүниежүзіне есімі белгілі археолог тарихшы, тарих ғылымдарының докторы Падушкин және басқалар қатысып, фильмнің құндылығын арттыра түсті. Бүгін ғана ең соңғы монтаж жұмыстарын аяқтап, сіздердің назарларыңызға сол Қаңлы фильмнен өзінді ұсынып отырмыз. Құрметті ағайындар, қай туынды болмасын, ол экранға шығу үшін, немесе ютубтан көрсетілу үшін ең бірінші жасалған туындының тұсаукесері жасалу керек. Мен амандық болса, осы туындының тұсаукесерін не Тараз қаласында, немесе Шымкент қаласында жасауды жоспарлап отырмын. Біз өзіміздің өткен тарихымызды білмесек, алдыңғы келешегіміз, болашағымыз бұлыңғыр. Сондықтан да 6000 жылдан астам тарихы бар Қаңлы мемлекетінің тарихына сіздер үлкен қызығушылық танытады деп ойлаймын. Осы туындының жарық көруіне, тұсаукесерінің ойдағыдай өтуіне бір кісідей ас салысады деп сенемін. Енді сіздердің назарларыңызға бүгін ғана толық аяқтаған Қаңлы тарихи танымдық деректі фильмнен үзінді ұсынамыз. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылының маңында осыдан 5 жыл бұрын басталған археологиялық қазба жұмыстары бізге беймәлім болып келген көне тарихтың құпиясы мен сырын ашып берді. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ол ежелгі Қаңлы мемлекетінің жазғы астанасы Бетен қаласының орны болып шықты. В 2000 году Институт археологии имени Маргулана во главе с Карлом Молдаховичем Байпаковым провел здесь разведывательную экспедицию. И также определили датировку 6-13 век. Но масштабные археологические научно-исследовательские работы начались в 2018 году. Тогда по инициативе тогдашнего акима Жуалинского района Бахтияра Коббасынова были выделены средства. И с 2018 года по 2021 год проходили научно-исследовательские археологические работы, которые обнаружили интереснейшие культурные слои, относящиеся по нашим данным где-то к 1 веку до нашей эры, 4-5 век нашей эры. Как раз таки на этой территории, Джувалинской долине, тогда господствовала так называемая Кангюйская империя, Кангюйское государство, которое датируется со 2 века до нашей эры по 5-6 век нашей эры. Это одно из самых могущественных государственных объединений на территории Южного Казахстана и Средней Азии. В результате археологических раскопок здесь были вскрыты уникальные 6 помещений. Причем помещения подземного характера, со сводчатыми потолками, стрельчатыми арочными дверями. У нас есть предположение, это мое личное предположение, что, возможно, на этой территории располагалась столица государства Кангюй, город Бетян. Из чего я это беру? Дело в том, что знаменитая русская ученая, востоковед, китаевед Лариса Боровкова в свое время, она, изучая китайские карты, относящиеся к 1138 году до нашей эры, империи Хань, император империи Хань Уди отправляет в 1138 году большую дипломатическую миссию на запад китайского государства, на западные страны. И здесь китайским дипломатам и политикам открывается вот это вот знаменитое государство Кангюйская империя.
Кангюи это считаются прототюрками, то есть тот народ, от которого, в общем-то, и пошли все тюркские народы. Жуалы ауданының өлкетану мұражайының бөлімшесі ретінде ашылған мұражай шағын болғанымен, жинақталған жәдігерлік дүниелері өте бай және құнды. Қаңлы мемлекетінің жазғы астанасы Бетен қаласы мен Қаңлы мемлекеті ханының Қытай және үйсін елшілерінің қабылдауын полотноға түсірген жергілікті суретшілердің туындысы көркем әрі шынайы шығыпты. Бетен қаласында археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған аса құнды жәдігерлер өркендеген ежелгі Қаңлы мемлекетінің өткен кезеңінен алуан сыр шертеді. Осыдан 2 жыл бұрын Тараз қаласының маңында тек тұрмас тарихи кешені бой көтерді. Ел көп келетін жерге ежелгі Тараздың белгілі тұлғаларымен бірге Шөже Тәңірқұртқа еңселі құлыптас қойылыпты. Жергілікті тарихшылар Шөжені Тараз қаласының алғашқы іргетасын қалаған патша деп жазып жүр. Бұл тарихи шындыққа сай келе ме? Біз қазір Тараз қаласындағы тек тұрмас кешенінде отырмыз. Бұл Тараз қаласының тарихына Шөже ханның қандай жолы бар, ол кім деген сұрақтарға кішкене тоқталып айтайын. Осы Тараз төңірегінің осы Қаңлы мемлекетінің ханы Бүден хан осыдан біздің заманға дейін 49 жылы ғұндар бір-бірінен соғысып, бір-бірінің ауызбіршілігі болмаған кезде Қытайдан шапқыншылық көріп, осы Қаңлы жеріне келуге сұранады. Жорыққа 30 мың ғұн адам шығады. Олар боранға ұшырып, 30 мың шыққан халықтың тек қана 3 мыңы аман-есен осы Тараз жерінен келеді. Сөйтіп, Қаңлының ханы, кіші ханы Бүден осы Тараз жерінен ол ғұн патшасына осы жерді береді. Бүден хан өз қызын береді, Шөже хан тезек дейміз, ол да қызын беріп, құдас болады, мәңгі айнымас дос болады. Оның мақсаты Қаңлы жеріне тірек етіп, олардың әскери күшін пайдаланып, батыс өңірдегі елдерді жаулап бағындыру еді. Көп замай Шөже Тәңірқұрт көрші үйсін еліне жорық жасап, қатыгездік көрсетеді. Көрші туыс елге жасаған жорықтың жеңісіне масаттанған Шөже Қаңлының ханын көзін ілмей басынып зорлық-зомбылық көрсете бастайды. Бұл зорлық-зомбылыққа, шапқыншылыққа батыс өңірдегі елдердің билеушілері қарсы болады. Қаңлылар Қытайдың батыс өңіріндегі өкіл әкімі Кан Яншумен келісімге келуге мәжбүр болып, Шөже Тәңірқұртқа қарсы соғысқа шығады. Бұл шайқасқа Қаңлының 10 мың әскері қатысып қаланы қоршайды. Қашпақ болған Шөже қолға түсіп, өлім жазасына кесіледі. Біз тілге тиек еткен тарихи оқиғалар 2006 жылы Алматы қаласындағы өнер баспасынан жарық көрген Қытай жылнамаларындағы қазақ тарихының деректері кітабында жан-жақты жазылды. Ежелден қатар өмір сүрген Қаңлы және үйсін мемлекеттерінің қас жауы Шөже Тәңірқұртты өтірік дәріптегеннен біз не ұтамыз? Бұл тарихқа жасалып отырған қиянат емес пе? Тек тұрмас тарихи кешенінде көпшіліктің көңіліне қаяу салатын тағы бір жай кездеседі. Бой көтерген құлпытастың бірінде Тараз жерінің тарихи қалыптасуына үйсін мемлекетінің қосқан үлесі жазылады да, Қаңлы мемлекетін ауызға да алмайды. Бұл тарихи сауатсыздық па? Жоқ әлде қолдан жасаған бұрмалау ма? Тараз қаласының алғашқы іргетасын қалаған Қаңлылар Қаңлы мемлекет емес пе? Бұл туралы дүние жүзінің тарихшылары, археологтар жақсы біледі. Тарихи және ғылыми дәлелдер жеткілікті. Тарихтың төңірегінде жүрген тараздық ғалымдар, археологтар оны білмеуі мүмкін емес.